Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге курабе печеньесінің рецебімен бөлісемін. Рецеп ұнаса лайк басып, комментарий қалдырамыз. Өте дәмді, жұмсақ печеньялардың бірі. Бір жасағаннан шығады. Бұл печеньяның бетіне мен қарақат вареньясын қолдандым. Егерде мейіз немесе курага қосатын болсақ, печенье езілмей әдемі піседі. Бөлме температурасындағы бір жұмыртқаға 60 грамм қант салып, оны араластырамыз. Миксер міндетті емес, венчикпен де қант ерігенше араластыруға болады. Қант еріген соң үстіне бөлме температурасындағы сливочный майды қосып ары қарай араластырамыз. Бір келкі масса болып осылар араласқаннан кейін үстіне ұнды бірнеше рет бөліп саламыз. Ұн жан-жағына шашырап кетпес үшін ұнды миксерді қоспас бұрын ақырындап осылай араластырып аламыз. Массамызда түйіршіктер болмауы қажет, бір келкі болып араласуы қажет. Ары қарай лопаткамен араластырамыз. Енді осыны арнайы кондитерлік мешокқа құйып, өзіміз қалаған насадкамен форманың бетіне құямыз. Міндетті түрде пергамент қағазы немесе осындай многоразовый теплофоновый коврик болуы қажет. Әйтпесе печеньялар формаға жабысып қалады. Алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Бетін өз қалауымыз бойынша сәндейміз. Печеньеміз дайын.